Сәлем достар. Бұл мен Сагымен. Сендер Нұрғасыр екеуміздің блогымыздасыңдар. Мен қазір Нұрғасырдың үйірмеден шығуын күтіп отырмын. Сәлем Сага, қалайсың? Жақсы. Қосын ба? О, қосы екен. Сәлем достар. Нұрғасыр, сендер бүгін үйірмеде не істедіңдер? Біз бүгін Наурыз мерекесіне орай қамшы жасадық. Достар, біз бүгін Наурыз туралы ұмытып кетіппіз ғой. Ендеше біз де бүгін Наурыз туралы блог түсірейік. Сонда қалай? Наурызда өзі не істеуші еді? Мен Наурызда әлжіме барып, Наурыз көжені ішетін едім, және далада асық ойнайтын едім. О, тапты, меніңше біз де асық ойнайық. Сағадат, асықты қайдан аламыз? Нұрғасыр, біз оқушылар сарайындамыз ғой, бұнда барлығы бар. Я, есіме түсті. Бұл жақта асық үйірмесі бар екен ғой. Достар, сендер асық ойнай аласыңдар ма? Қазір біз Нұрғасыр екеуміз көрсетеміз. Достар, асық ойнау үшін алдымен оның ережесін білу керек. Міне, дайын. Нұрғасыр, бұл шеңберің өте үлкен ғой. Біз орташа шеңбер сызамыз. Ал енді достар, осы шеңбердің ішіне сызық сызып, оған асықтарды тізіп қоямыз. Сен асық иіре бер, ал мен болсам. Ал енді асық иірейік. Міне, менде алыш түсті. Қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі. Оның бірнеше түрі бар. Омпа, ханталапай, асықты тігіп ойнау және үш табан. Бұлардың ішінде кең тараған үш табан ойыны болып саналады. Бұл ойынға 2 немесе одан да көп ойыншы қатысады. 5-6 ойыншы ойнаған қызықтырақ болады. Әр ойыншыда көнге тігетін асық және бір саққа болуы шарт. Көнге әр ойыншы бір-бір асықтан тігеді. Ойыншылар өз кезектерін сақаларын үйіру арқылы анықтайды. Бір ойыншы уысына салған сақаларды шашып жібереді. Кімдікі алшысынан түссе, сол бірінші. Тәйкесінен түскен екінші кезекте асық атады. Егер сақалар олай түспесе, қайта шашылады. Ойын реті анықталған соң ойыншылар көндегі асықтарды кезектесіп атады. Көндегі асықты 3 табаннан асыра ұшырып жіберген адам ол асықты өзіне алады. 3 табанға жетпесе, құлаған жерінде жатқан асықты сол қалпында ата береді. Осылайша асықтары таусылып ұтылғанша ойналады. Сақаны шиыра ату, сүріп ату, орай ату тәрізді әдістер болады. Мен шаршадым. Нұрғасыр, шаршама. Наурыз мейрамында арқан тартысып ойнайтын еді ғой. Тұр, жігіт болсаң. Сен кімге жігіт емес дедің? Мә. Наусыздық белгі болсын. Нұрғасыр, егер жігіт болса, мені жеңіп көр.
Нұрғасыр, меніңше сен қыздар тобына бол, ал мен ұлдар тобына бол. Қай топта болсам да мен жеңем сені. Мен құлап түстім. Ой, Сағадат, өте қызық болды. Әсіресе асық ойнау. Я, Нұрғасыр, осылар барлығы, олар біздің ұлттық ойындарымыз. Сендер де үйде отырғанша бір мезгіл далаға шығып, асық ойнаңдар. Шынымен достар, өте қызық. Уақыттың қалай өтіп кеткенін көрмей де қалдым. Біздің блогымызды көріп отырған барлықтарыңды Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Я, достар, қонаққа барып Наурыз көжені ішуді ұмытпаңдар. Ал енді біз үйге қайтайық. Келесі біздің блогта міндетті түрде кездескенше Сау болыңдар!